2014 жылдың мамыр айы. Далада керемет таңғы көрініс пен құстардың шырылдаған дыбысы естіледі. Оқу жылы аяқталып, каникул уақыты жақындаған сәт. Шынымен керемет сәт. Сабақтың барлығын 5-ке тапсырып, көптен күткен грамотамды қолға алсам болды деп ойлап жатқан кезім. Сол сәттегі таңғы күн сәулесінің шуағы қайта оралмастай, және тіпті болмағанда сезіледі. Таныш жағдай ма? Кейде үлкен кісілер өздерінің бұрын болған қызық оқиғаларын айтып отыратын. Бала кезде ол әңгімелері қарапайым, жай ойда ұзақ қалмас нәрсе болып көрінетін. Бірақ уақыт өте келе олардың айтылған сөздерінен сондай жылы лепті сезбегенді байқайсың. TikTok желісінде үнемі 2021-ді 2017-ні қаншалықты сағынғандары жайлы көп видео көрдім. Содан түсінгенім, адамдар өткенін ешқашан жібергісі келмейді. Бұрын өмір жарқын болып дейді. Бірақ біз ол кезде бала болдық. Бізге танылмаған үлкен әлемді зерттеу шынымен қызық болатын. Сабақ, TikTok, жұмыс, ұйықтау. Осындай рутинадан кейін бәлкім шаршайтын шығармыз. Алайда менің ойымша бұл адамның өзіне байланысты. Қазіргі сәтім болашақ үшін керемет сәттер. Бұрын қалай 2017-ні аңсаған болсаң, 2024-ті де дәл солай сағынатын уақыт келеді. Себебі уақыт өтіп жатыр. Қалай қазіргі жасың тез өтсе, дәл солай 10, 20, 30, 40 жыл өтеді де кетеді. Сонда, 2025 қандай керемет жыл еді, ол кезде сендер сияқты шалқып жүрмедік деп немелерің айтып отырасың. Немесе өліп қалатын да шығарсың. Басқа бермейсің әрине. 24 сағат уақытында тиімді жұмсап үйрену ең басты нәрсе. Егер өмірінің жартысы ұйқы мен телефонда өткенін қаламасаң әрине. Қазіргі сәттен ләззат алуға тырыс. Уақытты тек TikTok пен Reels'ке жұмсамай далаға шық. Жай көшеде серуендеп көр, жаңа адамдармен таныс, ағаш өсір. Сол кезде шынымен қызық естеліктер жиналар. Көбіне адамдар өткенді аңсап жүруінің себебі ол қазіргі уақыттағы қиындықтардан қашу. Адамдар қазіргі өмірде кездесетін мәселелерден аулақ болу үшін өткенге жүгінеді. Өткенді аңсау кейде қазіргі мәселелермен бетпе-бет келуден қашудың психологиялық тәсілі. Бірақ есінде болсын, қазіргі мәселелер жай бірнеше уақыт арасында өтіп кететін дүниелер. Тіпті қатты қиын болып кетсе де, жаман жағын сырып қойып, әр нәрседен позитив іздеуге тырыс. Болашақ. Міне бұл бізді прогресске әкелетін зат. Ата-анаңмен шетелде саяхаттаған келетін шығар, немесе сен аңсаған жоғарғы оқуға түсу. Бұның бәрі сенің қазір қалай жұмыс жасап жатқаныңа тікелей байланысты. Егер прогресс байқалмаса, демек сен көбірек жасау керексің, немесе басқаша жасап көріп, міндетті түрде қалаған затың қолыңнан келеді. Достар, бұл арнадағы ең алғашқы шығарылым Instagram, Telegram желісінде болсын бөліссеңіз мен үшін үлкен қолдау болады. Келесі көріскенше.